Assalomu alaykum. Qadrmenda Klemzu qavm, bugun mana Almaty qalasına Bursa qalasından, yani Türkiye'den 4x2 misyon makina 10 şotkalık sapalı Klemzu qurulğusu bugün çıkıp bара жатыр жолға, Allah қаласа. Almaty qalasına koyuladı. Allah qalasa bir 20 günde kelip kalады, 17-20 günde. Енді o жерден көрсетіп sizlerге қиындау болады. Мынау қалған құралдары бөлек-бөлек келеді. Өйткені Түркиядан ұста келген жағдайда осылардың бәрі ұста өзі жинайды. Ал енді оборудование қандай болады екен мен сізге көрсете кетейін. Мынау енді 270, ал мына көліктің үстіне, фураның үстіне тұрғаны 4-20. Мына жерде мына 4 шоткалық болатын болса, о жердегі біздің тапсырыс беруші клиентіміз 10 шотка заказ берді, 5-5-тен 10 шотка. Қалғанын бәрі тур осындай бірде, бәрі автоматика. Клем келген жағдайда, клем жеткен жағдайда ғана шоткаларымыз қосылады. Барлық нәрсе мына жерде Mitsubishi, Жапон және немістің электроникасы қолданылған. Алматыға берілген оборудованиямызда клемнің астында жуатын жоқ, және үстіне қыл тазалайтын жоқ. Енді ол тапсырушының қалауы бойынша бағаны көріп тұрғаныңыздай мына жерде ленталар әлі қойылмаған. Түркістанымыз келгенде қояды. Мына жерде ленталарымыз қойып қойған. 270-тер мысалы Турцияға сатылады, немесе басқа мемлекеттерге бұларды бөлек жинаудың қажеті жоқ деген сияқты. Енді біздің оборудованиямыз бүгінгі таңда ең сапалы, ең мықты. Әрине бүгінге дейін біздің компания 7-ге жуық бір жылдың ішінде ешқандай реклама жасамадан, енді реклама жасасақ та сондай бір қатты көзге түсетіндей реклама жасаған жоқ. Соның өзінде 7 дана миссион макина құрылғысы сатылып үлгеріпті бір жылдың ішінде. Енді бұдан кейін әрине жақсы рекламалар түсіреміз, сіздерге пайдалы, маңызды рекламалар. Енді оборудование мынандай толығымен мына су тиетін жерлері, немесе көзге тиетін көзге көрінетін реклама жасағанда, сіздердің өзді рекламаларды жасаған кезде әрі тот баспайтын нержавейкадан жасалады, немесе мынандай оцинковкадан жасалады. Енді оборудование толығымен нержавейка болу мүмкін емес, тек қана бағана айтып өткендей су тиетін немесе клем тиетін жерлері ғана нержавейка болады. Ол қосымша $2000-$2500. Ол да оборудованияның бағана еніне байланысты. Ал енді жүктің, салмақтың түсетін жерлері бұл бағана қалың темір қара металдан жасалып, одан кейін барып оцинковка жасалады. Оцинковка дегенімізде бағана нержавейка сияқты бірнеше жылға дейін бағана шірмейді, тот баспайды. Бірнеше жыл дегеніміз енді ол 15-20 жыл шығар. Оборудованияларымыздың бағана ленталары бөлек-бөлек жасалған. Ертең бір жағдайда мына жерлер жыртылып кеткен жағдайда тек қана біреуін ғана бізге тапсырыс беріп алдырта саласыздар. Одан кейін бағана қолданған металдарымыз өте қалың. Бұл жерде миссион макина еш металдан бағана үнемдемейді. Одан кейін бағана шайылу системасы, астына роликовый щеткалар ары бері бағана скребоктың қызметін атқарып, оңға солға бүкіл кір суды, шашты итеріп отырады. Мына жерде тоже давлениемен бағана кершір сияқты давлениемен суды шашып отырады, таза суды. Одан кейін бағана оборудованиямызда 400 литрлік осындай бак жүреді. Бұл жерге шампунды құйғаннан кейін өзі ішіндегі шампунды өзі араластырады. Бұрынғыдай таяқтың көмегімен немесе басқа заттармен араластырып отырмайсыздар. Мыналардың бәрі кейін қосылады, кейін жиналады. Одан кейін оборудованиямызға бағана конвейер мәшинемізге мынандай кремді сулап қоятын для замачивания дейміз. Осындай бағана не беріледі? Хауыз. Бұл да енді жоқта енді 1,5 тонна су алмаса. Одан кейін тағы да не беріледі? Одан кейін бағана тележкаларымыз. Бұларды бағана бізден сұрап жатыр. Бағасы негізі бұл енді әрине комплектте силка жүреді. Бұның бағасы негізі $500 екен. Енді әрине $500 ешкім бөлек бұны сатып алмайды. Миссион макинаның өзін жасаған. Неге бұл $500? Өйткені толығымен 304 нержавейкадан жасалған. Одан кейін роликтер бар. Өте оңай айналады. Үлкен 4-6 қалың кілемдерді итерген кезде бағана оңай айналып кетсін деп 4 жерінде бар. Бөлек сатып аламын десеңіздер өз бағасы $500 алып келуімізге де болады. Әрине жолы бар, сонымен $600. $600 енді ешкім алмайды.
Ал енді оборудование алған жағдайда бұл сыйлыққа беріледі. Так, одан кейін мына хаузымыз дедік, тележкамыз, мынандай багымыз, бұл сыйлыққа беріледі. Одан кейін оборудование астынан подсветка дейді, бағана неоновый. Сіз реклама түсірген кезде әдемі болып асты жанып тұрады. Ол енді қосымша бір $300. Бөлек-бөлек бағана бөлшектерін көріп отқандай бөлек салып жатыр. Ертең түркісталарымыз келген кезде олар өздері жинап береді. Әрине, тапсырыс оборудованияға тапсырыс беруші түрк ұсталардың жататын жері, жолы, ұшағы, билеті деген сияқты қосымша бағана шығындарды тапсырушы көтереді. Одан кейін тағы айтып өтетін мәселе, бұл оборудованиеміз пневматика болғандықтан барлығы ауамен жұмыс істейді. Осындай 500-600 литрлік компрессор сатып алу керек. Бұл поршневой. Енді Қазақстанда болғанымен де бұл Қытайдікі. Біз негізі осы жерде өзінің бағасы қанша болса, $1200 тұрады ау деймін. Тура сол бағаға сіздерге жібереміз. Бұған ешқандай бағана бір пайда табыс көзі ретінде жасамаймыз. Одан кейін мына судың давлениесін көтеретін насос, мына мыяққа бағана су жиналады. Одан кейін насос бағана суды итереді, давление жақсы болсын деп. Бұның бағасы да бір $600. Енді күннен Турцияда баға қымбаттап жатыр. Мына видеоны көріп алғандар ертең Ерекең осындай баға айтылған еді деп, ертең бір ренжіс болып жүрмесін. Қаласаңыздар, Қазақстанда да ала салуыңызға болады. Бірақ біз неге бұны Турциядан алып келеміз? Өйткені келе жатқан КамАЗымыз, фурамыз келе жатқан соң бұны бір документпен бағана жол тегін болады, растаможкасы да соның ішіне кіреді деп сөйтіп кіргізе салғанбыз. Әрі сіздерге бағана тиімді болады. Одан кейін оборудованиеміздің тағы да бағана бәрін бір жерде алған кезде ертең бағана бірінші іздеп жүрмейсіздер, оп-оңай бір көлікпен келген нәрсені бір ұста келіп өзі бір жарты күннің ішінде жинап кетеді. Одан кейін бізге миссион макинаны өзі айтады. Бұл оборудование бағана сапалы, Турцияда бағана аты шыққан, айгүлі, тексерілген, әрі сапасына бағасына сапасы сай деген сияқты. Сондықтан осынан бір алып қойсаңыз, таңертең бір-ақ рет қана толтырып алады да, сонымен кешке дейін бір ауаның көмегімен кешке дейін сол жұмыс істей береді. Компрессор деген өте шулы жұмыс істейтін құрылғы, сондықтан күніне бір-ақ рет жұмыс істеген жақсы. Енді мына КамАЗымыз мына Алматы қаласына шығып бара жатыр. Бағана айтып өтгендей 17-20 күнде жетіп қалады Алла қаласа. Шымкенттің фурасы екен, өзіміздің жерлесіміз Қазақстаннан, яғни. Фура чемпионский ма? Ағамыз да Шымкенттен екен өзі. Мен осы жердің түрігіма десем. Ағасы, Шымкенттің қай жерінен дедіңіз бағана? Шымкенттің 8 микрорайон. 8 микрорайоннан ба? Аман есен оборудованиемізді 17-20 күнде жеткізесіз ғой, Алматыға? Жақсы. Ағамыз шашап тұр екен кішкене. Бағана көңіл күйі жақсы еді, қазір шашап қолды өдім. Жақсы. Алматыда кездескенше, өзім де Алматыда болам, жақында. Жақсы ағай, тек қана кілемдеріңізді сапалы құрылғымен жуып, дамып, өсірулеріңізге тілектеспін. Әрине, сапалы нәрсе арзан болмайды, арзан нәрсе сапалы болмайды. Сондықтан кәсіптеріңіз өнсін десеңіздер, сапалы құрылғылармен жұмыс істеуге тырысыңыздар. Іске сәт.